Сәлем қыздар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін ашытқысыз және өте тез дайындалатын шелпектердің рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге жылы айран қажет. Айранымыздың үстіне соданымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді осы айранды қоспамыздың үстіне шекер, тұз және сұйық май қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Сұйық массамыздың үстіне електен өткен ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр елейміз. Дайын қамырымызды салафанға салып, бөлме температурасында 15-20 минутқа демалдыруға қалдырамыз. Енді қамырымызды теңдей 7 бөлікке бөліп, жақсылап жайып аламыз. Міне қамырларымызды осылай жайып шықтым. Майымыз қызғанша қамырларымыз тағы да демала тұрады. Табамыздағы майымыз қызды. Енді осы шелпектерімізді жақсылап орташа отта пісіріп аламыз. Оңай әрі тез дайындалатын шелпектерімізді міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Менің видеом ұнап жатса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда мен сіздерден бұдан да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Айнұр. Қош сау болыңыздар.